Арай менің бала күннен бірге қуыршақ ойнап өскен, тайқұлындай шабысып өскен жан құрбым. Өзі сондай сүйкімді, көзі күлімдеп тұратын ойнақ еді. Мектепке бірге барып, бір сыныпта білім алдық. Ол үйінің жалғыз қызы болғандықтан, ата-анасы ақ дегенін алғыс, қара дегенін қарғыс деп бетін қақпай өсірген. Сондықтан да мінезі шайпаңдау еді, сыныптастардың бәрімен сөзге келіп, төбелесуге дейін баратын. Тек мен ғана оның бұл мінезіне төзіп, менімен ғана еш ұрсып көрмепті. Себебі мен тұйықтау болып өскен едім. Алтын алқалы анамның 4-ші перзент едім. Анам да, үлкен ағам мен 2 әпкем де үнемі тыйып, жегіп өсірді. Анау да болмайды, мынау да болмайды дейді. Өзіме көңіл аударса деп, әдейі бірдеңелерді бүлдіріп қоя беретінмін менде. Солай, жасқаншақ болып өсіп, өзімді тек құрбым Арайдың қасында еркін сезініп, бос уақыттың бәрін құрбыммен өткізуге тырыстым. Арай өзгелермен ренжісіп қалса, оған басу айтып, сабырға шақырамын. Ол да найзағайдай атылып келе жатып, менің ақылыммен тез сабасына түсе қалатын. Солай біз жоғары сыныпқа да көштік. Арайда бұрынғы ұрысқақтығы басылып, соңғы үлгідегі сәнді киімдерін киіп, мектептің барлық жігіттерінің аузының суын құртты. Өзі де бой жетіп сұлулана берді. Бұрынғы төбелескен ұлдары кешірім сұрап, ештеңе болмағандай жанына жақындап, түрлі майда-шүйде сыйлықтарын әкелетін. Оларды көрсе, менсінбей кірпіше жиырылатын Арай, пысқырып та қарамайтын. Қарамағанына мен мәз болам. Әр қоңырау сайын есік алдын торуылдағыштар көбейіп, Арайға келген сыйлықтарын мен арқылы табыстауға көшті. Мен Арайға берсем, ол сықылықтап күліп, екеуміз шоколадтарын бөлісіп жейтінбіз. Мектептің мен деген лидерлерінің өзіне қарамай қойғанда, таңғалдым да сұрадым. Неге сен қанша жігіттің ішінен біреуін болсын таңдамайсың? Бәрі де көрікті, сабақты жақсы оқиды. Денелері де спортик сияқты күшті ғой, дедім. Ол болса, ой, кербез, сен тұрғанда маған еш жігіттің керегі жоқ, деп, мойныма қолын асқанда жүрегім өрекпіп, жиілетіп соғып кетті. Бетімнің ұшы өрттей лаулап, кірерге тесік таппадым. Ол болса менің ыңғайсызданған түріме үңіліп, ой, сен расымен сеніп қалдың ба? Деп, сықылықтай жөнелді. Просто ертең жігітпен жүрсем, ол мен сенен қызғанып, құрбыммен сөйлестірмей қойған қаламайым. Қазір жігіттердің бәрі сондай екен ғой, өзімшіл такой, деді. Оның мен ойлап, бәрінен бас тарттым дегені менің құлағыма майдай жақты. Сабақтан соң әдеттегіше бірге қайттық. Ертесіне ойымызда ештеңе жоқ. Арай екеуміз мектепке. Азанда кіргеніміз сол еді. Тәрбие завучы жас Руслан деген ағай алдымыздан күтіп алып, дереу кабинетке жүріңдер, деді. Не боп қалды деп түсінбеген біз ізінен ердік. Жан-жағымда анталаған оқушылар мазақтағандай бізге саусағын шұқшитып, 32 тісін ақсита ыржаңдайды. Кабинетке кіре сала, есік жап, деп бұйырып, сендер не істеп жүрсіңдер? Ойлағандарың не? Мектептің абыройын төгу ма? Сен кімсің, кербез? Қызсың ба, ұлсың ба? Не мына салпылдаған шалбар мен көйлегің? Анау не, жалбыраған иыққа түскен шашың? Еркек болғың келе ма? Ей, қызсың ба, қыз құсап дұрыстап киініп, жинақталып жүрсей? Мен қанша тұйық болсам да, көп болса менен 15 жас үлкен ағайдың, маған жақын құрбымның көзінше, абыройымды төккені шымбайма батты да. Доғар, деп дауыс көтердім. Қарасам, жан құрбымның көзінен жасы мөлтілдеп, бетінен сырғып жатыр екен. Кім үшін еркек болып жүрсің? Арай үшін ба? Деп, тағы сөйлегенде шыдай алмай, кішкентай жұдырығымды түйіп, ағайдың бетінен қойып қалдым да, Арайға қолымды созып, білегінен ұстадым да, жүр, деп сыртқа шығып кеттік. Бізді аңдыған балалар оға қақалап күліп қолдарын шошайтып қояды. Арайға күнде кеп жүрген жан ұрысқа не жоқ? Ол да бұрышта тұрып алып ызаланып мысқылдап,
Лесбиянка екенсіңдер ғой, деп дауыстағанда, осының бәрін ұйымдастырған Жанұрыс екенін білдім. Мұндай мазаққа шыдамаған Арай жылап бетін жауып, мектептің шығар есігіне жүгіріп, содан үйіне қарай кетті. Мен де артынан «Тоқташ, Арай!» деп айғайласам да, тыңдамай зытты. Ішіме жиналған өксікпен жасты сыртқа шығармай жұттым да, сыр білдірмей үйге келдім. Құдды бір жасырған құпиямыз ашылған адамдардай өзімізді, кінәлі сезінгенімізді түсіне алар емеспін. Содан 3 күн бойы мектепке бармадым. Үйдегілердің менде шаруасы да жоқ еді. Басым ауырып тұр, деп қала бердім. 3 күн 3 түн бойы ойландым. Араймен арамызда расымен бірдеңе бар ма, деп. Сан мәрте ойланып, мүмкін емес, деп жауап бердім өзіме. Иә, маған еркін, ерекше стильде киінген ұнайды. Қыздар секілді көйлек киіп, етегім ашылып қалар деп жүргенше, шалбар киіп алғанда ыңғайлы. Бірақ одан бөлек менің ішкі сезіміме үңілсем, қыздарға махаббат сезімім жоқ. Арайға тек бауыр басып қалғанмын ғой. Оның қасында жігіт сияқты көрініп, оған үнемі қамқор білдіріп жүргенімді басқалар өз ойларынша түсініп қалған сияқты. Солай ойыммен әлек болып жатқанымда анам жетіп келді де «Тұр, мектепке барамыз», деп бөлмеден шығып кетті. Не боп қалды деп іштей уайымдап, киініп, анамның ізінен ілесіп мектепке бардым. Ана мен қыз болып, бір дұрыс шүйіркелесіп көрмеппіз, сырымды да айтпаппын. Жолда да мардымды ештеңе демедік. Осыдан сен жайлы мұғалімнен бір нашар хабар естейін. Ісім сенімен болсын, деп үркітіп қойды. Руслан завуч көзінің асты сәл көгерген күйі бізді есік алдынан күтіп алды да директордың кабинетіне шақырды. Директор мен завуч екеуі анама мен жайлы өтірік шыны аралас хикая құрастырып жеткізді. Сыныпта сабақ өтуге мүмкіндік бермей, Арайдың да сабақта білім алуына кедергі келтіріппін. Қыздарға қырғидай тиіп, ұлдармен де шекісіп қалады екем. Ескерту айтқан завучты оқушылардың көзінше бетінен жұдырықпен ұрыппын. Мектеп тәртібіне бағынбағаным үшін мені мектептен шығаратынын, кешкі мектепке ауыстыратын айтқанда, анамның қабағы түйіліп, маған ала көзімен қарап, «Кешірім сұра», деп жекіді. Мен алдыңғы әңгіменің айтылмағанына шүкір етіп, «Кешірім сұрамайым, шықсам шығам мектептен, оқуым кеп жүргенде шамалы», деп мұрнымның астынан міңгірледім. Ашуланған анам хатшыдан документтерімді алды да үйге кетті. Үйге келгесін тоқ шайнектің шнурымен мені қуып жүріп сабады. «Оқымайды екенсің ғой. Оқымасаң 16-ға толғасын, күйеуге тесің онда», деп жатыр. «Тимейм», деп ем. «Өз қолыммен сұраған бірінші адамға тегін берем. Сендей қыздың барынан жоғы», деп айғайлағанда төбе шашым тік тұрды. Солай мен үшін анам қайтадан мектеп директорына барып, осы 10-шы сыныпты аяғанша рұқсат беруді сұрады. Директор келісіп, мен шарт бойынша сабақтан ешқашан қалмауым керек және Араймен мүлде сөйлеспеуім керек болды. Қанша мүмкін емес болса да мен тырысып, Арайдан қашқақтап жүрдім. Ол ештеңе түсінер емес. Маған «кербез» десе, құлағым кереңдей мән бермейтін болдым. Менің үндемей жүргенмен, ашулансам қойып қалар әдетімді білетін сыныптастарымда артық ештеңе айтып мені мазаламады. Тарих сабағында ұйқым кеп партада жатыр едім. Алдыма 4 бүктелген қағазды оң жағымдағы Сапар қоя салды. Ашып қарасам, «Кербез, саған не болған? Маған қарамайсың, ренжіп жүрсің бе? Менімен енді құрып болмайсың ба?» деп жазыпты. Қолымды қинап, «Болмайым», деп жаздым да Сапарға ысырдым. Оң жағыма көз қиығыммен қарап ем. Арайдың хатты оқып мұңайғанын көрдім. Оған жан құрбым деп, қанша уақыттан бері жиналған әңгімелерімді айтқым келгенмен, амалы жоқ. Сөйтіп, Арайдың жүзі сола бастады. Бұрынғы ақ жарқын бейнесі де солғын тартқан.
Сабаққа да дайындалмай көзі ісіп келеді. Енді бір ай шыдасам 10-шы сынып бітірем. Сосын музыкалық колледжге кетем деп. Өзімді алдарқатумен уақытым өте берді. Сабақтан қайтып бара жатып, алдымда 100 метрдей жерде бөксесін бұлғаң басып бара жатқан Арайды таныдым. Қасындағы Жанрус. Ақыры қол жеткен екен ғой, деп ішімнен кіжіндім. Екеуі күбірлесіп келеді. Арайдың сөмкесін Жанрус джентльмен ұқсап қолына ұстап алыпты. Құрбымның да сықылықтаған күлкісі естіледі. Мені мазақтап келе жатыр деп түсіндім. Жолымыз бір болғасын артынан асықпай ере бердім. Арай аяғы сүрініп, жерге еңкейе беріп артындағы мені байқады да, көрмегендей түрегеліп, Жанрустың қолтығына жармасып ары қарай кетті. Менің ішімді белгісіз ашудың тырнағы тырнап, қыжылдап келеді. Неге мұндай күйде екенімді өзім де білмеймін. Тез-тез адымдап, жандарына жетіп алдым да, олардан оқ бойы озып кетіп үйге жеттім. Өзімдегі беймәлім күйді түсінер емеспін. Қызғанып тұрмын ба? Қызғансам да неге қызғанам? Ол менің сүйіктім болардай жігіт емес, екеуміз де қызбыз ғой, деп ішімдегі өзіммен ұрсып болдым. Айнаға қарап, қарсы алдымда ұзын бойлы бозбала жігітті көрдім. Мен бой жете бастаған шақтан бастап, айнаға қарап боянып сыланбаппын. Оның орнына жаныма жайлы деп қолпылдаған киімдер мен шалбарға әуес болыппын. Туфлидің орнына кеды мен кроссовки киіп, шашымды да кәріс актерлеріндей қысқартып, сырттан қарағанда жігітке ұқсап кетіппін. Кеудемде онша үлкен емес болғасын, бос киімнен байқалмайды. Тез-тез киімдерімді шешіп, әпкемнің әдемі сары көйлегін киіп айналдына келіп, өстірімнен ұялғаным-ай. Қыздеке жігіт сияқты болып тұрған бейнем енді қатты ыңғайсыздық тудырды. Бәрін шешіп тастап, өзіме ыңғайлы киімдерімді қайта киіп алдым. Кешке көшеге шығып, көшенің шетіндегі үй жаққа көз салдым. Арайдың үйі еді. Қара BMW тұр екен. Жанрустың әкесінің көлігін таныдым. Арайға кеп тұр ғой. Менің Арайыма. Ол да күн жарықта, түгі алмастан көшеде жігітпен тұр. Мен неге қиналып тұрым? Түк түсіне алар емеспін мендегі күйді. Жек көрем Арайды. Ол енді менің ешкім емес. Менің ешкім емес. Ешкім емес. Осы сөзді 100 мәрте айтқан шығармын. Есептен жаңылыстым. Тамаққа тәбетім болмай, телефонымнан мұңды әуенді қосып құлақ қақыппен жатып, ұйықтап кетіппін. Түс көрдім. Араймен вальс билеп жүрмін. Ол менің иығыма басын сүйеп, ақырын ырғалып жүр. Әтірінің иісі ішімді қыдықтап, бір тәтті күйге елетіп жүрмін. Екеуміздің бұл көрінісімізді сырттан бақылаған мен, екі құрбы емес, екі ғашықтың сезімін көрдім. Мен ғашықпын ба сонда? Бұл өмірде еркек құрып қалғандай, өзім секілді қызға ғашықпын ба? Мүмкін емес. Қазір мен вальс біткесін, өз бетіме кетем. Не болмаса, керісінше, деп күткенім сол. Түсімдегі кербез бір қолымен Арайдың талшыбықтай белінен қапсыра құшақтап, екінші қолымен аппақ мойнынан орап, шиедей қып-қызыл бұртиған еріне сүлікше қадалып құшырлана сүйді. Мен іс-әрекетіме ұялып, тоқтатайын десем де өзіме қауқарым жетер емес. Арай ыстық құшағымнан шығуға тырмысып, нәзік алақанымен бетімнен шарт еткізгенде ғана ісімнен ұялып кері шегіндім. Ұйқымнан да оянып кеттім. Тәтті түс көріп, ернім кеберсіп, төменгі жағымда дымқылданып кетіпті. Бұған дейін мұндай сезім сезбеп едім. Енді Арайға ғашық екенімді мойындадым. Бірақ бұл сезім менімен бірге көрге кетеді. Себебі Арай менің бетімнен ұрғанына қарағанда, оған Жанрус ұнайды. Мені тек құрбысы деп санайды. Менің сезімімді білсе, шошытып алып,
құрбы болу да маған арман болып қалуы мүмкін. Әр менің ата-анам, бауырларым мұндай еркек шора екенімді білсе, бас тартатыны белгілі. Сол үшін бұл махаббатты жүрегімнің түкпіріне жасырдым. 10-шы сыныпта әйтеуір бітіріп, екі ғашықтың махаббатына куә болмайын деп, басқа облыстың музыкалық колледжіне оқуға түсем деп кетіп қалдым. Гитара мен домбырада ойнайтыным бар еді. Гитара мен Арайға талай ән шырқап бергенім еске түсе береді. Колледждің мен оқитын ұлттық аспаптар бөлімінде неше түрлі жаңа достар таптым. Мына еркек шора қалпыммен жаңа ортада түрткіге ұшырамас үшін стилімді елдік бағытқа өзгертіп, шашымды өсіріп, юбка мен көйлектер киіп, жүрісімді де бірыңғайлап, біраз жаңа бетбұрыс жасадым. Арайдан кейін жаралы болған жүрегімді ешкім емдей алмасы белгіледі. Колледж сахнасында гитарамда қоңыр дауыспен ән салып, талай қыздар мен жігіттердің жүрегіне шоқ салыппын. Соның ішінде Ерасыл деген дене шынықтыру бөлімінің студенті менің қырызымнен қалмай, ақыры көндірді. Еш сезімім болмаса да, біртіндеп пайда болар деп келісім бердім. Әзілқойлығы, ақпейілі мен адалдығы, қолының ашықтығы, әрине сымбатты денесінде ұната бастадым. Сыйластығым артты. 2 жыл қыз жігіт болып жүріп, отбасын құрдық. Тұңғышымыз дүниеге келді. Мен алғашқы махаббатымды сол күйі тек естелік ретінде қалдырдым. Жанұям үшін бәріне дайын болдым. Осыдан 2 айдай бұрын Арайды ойлап, Инстаграмнан іздеп көрдім. Қазіргі сәтте мен ойлағандай Жанрүспен бақытты жанұя құрған болар деп іздеп таптым. Шашын сар түске бояп алған. Ол ерекше рең беріп, ажарын айқындап тұр екен. Суретін көріп, ешкімге көрсетпей сүйіп алдым. Ашық тұрған парақшасын бір ақтарып, еш еркектің фотосын байқамадым. Тек кей отырыста көп қыздармен түскен фотоларында жанында түскен, сымбаты келіскен еркек шоралау бір қыздан қардым. Жазуға дәтім бармай, фотосына лүпіл бастым да Инстаграмнан шығып кеттім. Жарты сағат ішінде Инстама Арайдан хат келді, жүрегім өрекпіп. Хатты ашып оқыдым. Кербес, қалайсың? Жанұя құрыпсың, бақыт тілеймін, депті. Жақсымын Арай, өзіңше, тұрмыс құрдың ба? Жанрүстің фотосын байқамадым парақшаңнан, деп өзімді қызықтырған сұрақты төтесіне қойдым. Арай болса, ой, Жанрүс менің талғам емес деуші едім ғой, ұмытқаным ба? Ұмытқан жоқпын, бірақ өзің сонымен кездескеніңді көзім көрді. Оның бәрі алдыңғы дауды басу үшін, әрі сен де менімен сөйлеспей қойғасын ерегісіп кездескенем. Сен маған сол кезде айтуың керек еді. Айтқым келді, бірақ сен тыңдамадың ғой. Сосын мектептен шығып хабарсыз кеттің, деді Арай. Бақытыңа кедергі болмайын деп кеттім, дедім мен. Қайдағы кедергі? Сен едің ғой менің бақытым. Дегенде мен мелшеп қатып қалдым. Не дерімді білмедім. Арай болса, сені жақсы көретінді байқап, жасыруға тырысқан сайын сезімім күшейе түсті. Сені біліп қойсаң, достығымызға сыза түсер деп, ұмытуға тырыссам да болмады. Енді сені ұмытып жаңа өмір бастадым. Менің жүрегімнің ескі жарасы қансырағандай күй кешіп қатты солқылдай түсті. Сонда Арайда мен секілді қыздарды сүйгеніме деп таңданып, фотодағы жанында тұрған еркек шора қыз жайлы сұрап ем, ол былай деді. Я, қазір екеуміз жұппыз. Ара қатынасымыз әлі де сынақ үстінде. Маған қыздар ұнайды екен. Психолог, молда бәріне де бардым. Бірақ ешқандай ем таппадым. Қалай бармын, өзімді солай қабылдап үйрендім. Өмір бір рет беріледі емес пе? Соны бақыт етіп өмір сүргім келеді, дейді. Оу, ана болу ше, ұрпақ ше, деп ем. Ол енді болашақтың сұрағы, ал мен дәл қазіргі сәтпен өмір сүрем, деді. Кербес, ауылға бір келгеніңде мен де барайын, бір жолығу керек еді деп еді.
иә деп келісіп, нөмір алмастық. Сол сөйлесуден кейін жиі хат жазысып тұратын болдық. Менің телефонмен әуей болып жүргенімді аңғарған күйеуім әрі-бері тергеп, телефонымды тексеріп, ешбір еркектің нөмірін таппағасын күдігі сейілді. Қайдан білсін, келіншегіне бұрын қыздары ұнаған. Солай арайымды көруге қатты асығып, төркінге барам деп, баламды алып ауылға келдім. Анама баламды қалдырып, кешкілік саябаққа барып, сол жерде арайды күттім. 10 минутта алып ұшып ол да келді. Соңғы рет қоштаспай кеткен біз, құшақтап көрістік, сағынысып қалыппыз. Өткен кеткенді қозғап көп әңгімелестік. Қайтар уақытқа жақын ол менің көзіме қарап, кербез, сені оқушы күнімде қатты сүйгім келетін еді. Соңғы рет сол арманымды орындасам, деп күмілжіп қалды. Бұл сүйіс, менің де түсіме дейін енген арманым ғой, қалай бас тартам, деп көзін жұмып ернін тосқан арайға жақындай бергенде, ойыма үйдегі кішкентай бейкүнә періштем мен мені шексіз сүйіп қадірлейтін күйеуім түсті де, дереу есімді жидым. Қу нәпсі деген естетпейді. Арайдың бетінен қолыммен сипап, арайым, мен де сені қатты жақсы көрдім. Алғашқы махаббатым өзіңсің. Сүйгім келсе де сүйе алмайым. Себебі өткен өтті. Ол сәт қайтып келмейді. Қазір мен үшін өмірімде екі қымбат жан болса, оның біріншісі балам, екіншісі күйеуім. Оларға зиян келетін күнәға батқым келмейді. Менің күнәмнан олардың зардап шеккенін қаламаймын. Сондықтан екеумізде сол ыстық пәк сезімді, сол пәк күйінде, сонау жүректің түкпірінде қалдырайық. Жарай ма? Деп қарап едім. Жанарынан жасы мөлдіреп, басын изеді. Арайды жұбатып, оған өзімше ақылымды айтқан боп, үйлерімізге тарастық. Ертесіне азанымен баламды алып қалаға қайттым. Күйеуімді сағындым. Вокзалдан күтіп алып, үйге романтикалық кеш дайындап қойған жарым маған Алланың берген ең керемет сыйы ғой. Жанұямның амандығы мен бақыты үшін Аллаға мың шүкір айтып дұға етемін. Ессіз ләззат үшін басымыздағы бағымызды теппейік, қыз-келіншектер.